кез келген браузерға іздеу жолағына ChatGPT деп жазамыз. Ағылшынша, орысша, қазақша тілмен жаза берсеңіздер болады. Ең бірінші шыққан сілтемені ашамыз, ChatGPT деген. Енді бұл жерде бізде тіркелмеген аккаунтпен кіріп тұрмыз. Қазір біз аккаунтымызды тіркеу керекпіз. Сіздер осы төрт берілген Google аккаунт, Microsoft аккаунт, Apple аккаунт немесе телефон нөмірі арқылы тіркелсеңіз болады, немесе қайтадан регистрация жасасаңыз болады, логин теріп. Бізде Google аккаунт бар, сондықтан біз Google аккаунт арқылы кіреміз. Ол үшін бірінші батырманы басамыз. Менде мына жерде өзімнің Google аккаунтым уже кіріліп қойған, сондықтан осы бірінші батырмаға басып, ары қарай жұмыс жасауды бастаймыз. Бізде ChatGPT терезесі ашылды. Мұнда сол жақта бізде әртүрлі кнопкалар берілген. Сол жақта бізде жаңа чат құру, іздеу, кітапхана, проекттер және төмендегі жақта біздің өзіміздің алдыңғы ізделінген тақырыптар бойынша библиотекамыз. Ортадағы терезеде біз курсор тұрған жерге өзіміздің нұсқауымызды жазамыз. Мысалы, тәуелсіздік күніне 6-шы сыныпқа сынып сағатына жоспар жасап бер. Осылай жазсаңыздар болады, немесе толығырақ қандай жоспар, не болу керек, ішінде ойын болсын деп, немесе жаңағы топқа бөлу. Мысалы, жоспардың ішінде топқа бөлу. Ойындар болсын деп жазуға болады. Міне бізге 1 секунд өтпей жаңағы сұранысымызға нәтижесін шығарып берді. Сынып сағатының жоспары, тақырыбы тәуелсіз Қазақстан менің отаны, мақсаты, ұзақтық 5 минутқа, яғни уақытын бәрін көрсетіп береді. Ұйымдастыру кезеңі, оқушыларды 3 топқа бөлу, топтардың атаулары, мұғалімнің қысқаша әңгімесі, яғни тәуелсіздік жайлы бейнеролик көрсету дейді. Топтық жұмыс және ойындар, ойын рәміздері елі, мақсаты ел рәміздері туралы білімдерді тексеру, топтар кезекпен сұрақтарға жауап береді дейді. Жауап беріп файт, тура солай сандар сөйлейді деген ойын. Ой толғау ойын тәуелсіз елім, сергіту сәті, қаражорға, қорытынды бөлім, мұғалімнің қорытынды сөзі, марапатта қолданылған материалдар, яғни бізге дайын сынып сағатына жоспар жасалып берілді. Енді тура осы тақырыпқа біз сурет генерациялайық. Ол үшін біз қазақша жазсақ болады. Қазақстан тәуелсіздік күніне суретке прompt, яғни нұсқау жазып бер дейміз. Бірінші ChatGPT-дің өзінен айтамыз, бізге нұсқау жазып бер деп. Мысалы, бізге ағылшынша промптты жазып берді және төменде оның аудармасы берілген. Енді осы промптты көшіріп аламыз белгілеп. Және мына жаққа ставить деп қоямыз. Және де жоғары жаққа сурет генерацияла деп, немесе төмен жаққа сурет генерацияла деп жазамыз. Суретімізді күтеміз.
кішкене уақыт алады, өйткені сурет генерациялау мәтін генерациялауында тез беріледі. Яғни бізде әзірше қазақша аудармасын оқиық. Қазақстан тәуелсіздік күнін мерекелеу көрінісі, алдыңғы жақта киім киген балалар мен ересектер кішкентай Қазақстан туын ұстап шаттанып күлімдеп тұр. Сонда бәйтерек, таулар және аспанда бейбітшіліктің белгісі көгершіндер бейнеленген. Ұлттық ою-өрнектер мен безендірулер қосылған, ашық түстер, жылы жарық, Pixar 3D стилінде дейді. Pixar 3D стиль деген ол мультфильм стилінде. Егер де біз бұны жазбасақ, онда бізге кәдімгі қарапайым сурет ретінде генерациялап береді. Яғни суретті генерациялаудың өзі бірнеше стилі бар. Сіздер бұл жерде сурет генерациялауды, мысалы, кез келген ертегіні беріп, осы ертегіге әр сахнаға сурет генерациялап бер десек, бізге сол ертегі бойынша суреттерді сахнамен генерациялап береді. Және де кейін ол суреттерді анимация жасауға, сол ертегі жайлы мультфильм жасауға қолдануға болады. Суретіміз қазір дайын болу керек. Кейбір кезде ChatGPT мысалы бізге жазып бергеннен кейін өзінің бізге жаңағы ойын жазады. Мысалы, мен осы промптты мектеп тақтасы алдында балалармен немесе мұғаліммен бірге мереке көрінісінде бейнелеуге бейімдеп берейін бе деп. Иә деп жазсаңыз, уже басқандай сурет қылып ауыстырып береді. Обновление қылып жіберейік. Обновить етсек ештеңе кетпейді, бізде ештеңе жоғалмайды, бәрі сақталады. Кейде обновление қажет ететін кезде обновить етуге болады. Жаңағы сурет бойынша көгершіндер, аспан, бәйтерегіміз көрініп келе жатыр. Кейде бұл сурет генерациялау интернеттің жылдамдығына да байланысты болады. Бізде адамдар ұстап тұрған бейнесі. Арт жағында таулар, көк аспан. Оюлары бар, ұлттық нақыштағы оюлары бар киімдермен. Егер де сізге суретте керек емес жаңағы жерлері болса, тура осының астында маған, мысалы, көгершінді алып таста, немесе маған осындай нәрсені қос, осылай өзгерт деп жазуға болады. Толық сурет генерациялап болғаннан кейін, мына батырманы бассақ, даулон жүктеу, яғни осы арқылы жүктеуге болады. Батырманы басасыздар, міне сіздерде запускида жүктелді автоматты түрде. Жаңағы біздің суретті осы әуелгетіп көруге болады.